Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында Абай Құнанбайұлының туған күніне арналған Абай әлемі атты әдеби сазды іс-шара өтті. Іс-шараны Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының руханият коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйымдастырды. Абайдың туған күніне арналған іс-шара ең алдымен Абай ескерткішіне гүл қою рәсімімен басталды. Әдеби сазды кештің шымылдығын Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкен ашты. Осы рухани қазынамызды саф алтындай сақтап, таза күйінде келешек ұрпаққа жеткізу, олардың санасына, бойына Абай айтқан ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген үш қасиетті сіңіру біздің міндетіміз деп білемін. Шараның басты мақсаты өскелең ұрпаққа тағылым ретінде Абайдың рухына тағзым ету, Абайдың рухани құндылықтарын көрсете отырып, әдеби мектебін, тіл мектебін, ұлт пен рух мектебін ашу, ұлы ақынның мұрасын жастардың санасына сіңіру. Абайдан қалған бір мұра бар. Абайдың толық адам ілімі деген бар. Толық адам ілімін меңгерген адам өзін рухани тазалайды. Қазір осы ілім Қазақстанда 8 университетте оқытып жатыр. Соның монографиясын жазып бітірдім. Ол толық жарияланды. Енді бүкіл қазақтардың жастарын осы Абайдың ілімімен тазарту мәселесі алдымызға қойылып отыр. Парасат, пайым, адамгершілік, ізгілік, иман, қайырымдылық, мейірімділік дейтін ізгі ұғымдардың барлығы да ананың сүтімен қоса, әкенің тәрбиесімен қоса, осы Абайдың жырымен бірге біздің ұрпақтардың қанына еніп, жанына дарып жатыр деп айтар едік. Абай қазақ руханиятының жарық жұлдызы, әр заманында түлеп жаңарып отырады. Абай өз заманын жаңартқан ақын. Абай халқын ұлы мәдениетке, ұлы руханиятқа шақырды дейді ақын, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Несіпбек Айтұлы. Абай қазақ үшін қашанда керек. Елді ел атам деген адам, елбасыдан бастап Абайды алдына шырақ ету керек. Сонда ғана біз өзіміздің ұлттық мақсатымызға жетеміз. Бұл келешек ұрпаққа, бүгінгі мына Қазақстанда отырған елім деген, жұртым деген азаматтардың барлығына Абай керек. Біз Абайдан адасып қалсақ, онда жүрер жолымыздан адасып қаламыз. Елді қалай ел етудің үлгісі, халықты қалай болашаққа жетелеудің үлкен сәулесі ол Абай. Абайдың ілімінде, Абайдың өлеңінде. Іс-шара барысында Абай өлеңдерінен әлеуметтік желіде челлендж бастап, Қазақстан Республикасының президентіне эстафета жолдаған жас өрен Ләйлім Шырақ Ерланқызы өлең оқыды. Дәстүрлі әнші Ерлан Рысқали сегіз аяқ бойы бұлған әндерін шырқады. Алыстан сен жүректің тербеп, шымырлап бойғауы жайылған, қиуадан шабыт қисынын табып, ағыны жетіп қайырған, ол ау 90 қызыл тел, сөйлеймін десең өзіңді. Айтыскер ақын Мейірбек Сұлтанхан атаулы күнге арнауымен келіпті. Шалдары қыран баптап, құран жаттап, тоқымының, тұлпарының тоқымын тұрар мақтап, сіздердей ағайыннан айналайын Абайын аялаған шынар дақтап, мен міндім шабыт дейтін дем жасауға, ақынына құрметін ел жасар ма? Ескерткішке ұлы Абай айналған мен, есінде ел жұртының әр қашанда. Қалеке театрының әртістері Нұркен Өтеуіл мен Қасымхан Боғыбай нақышына келтіріп Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін оқыса, опера әншісі Азамат Жылдыркөзов көзімнің қарасы әнін орындады.
Бұл күні сондай-ақ келуші халыққа кітап көрмесі ұсынылды. Абайдың шығармалары, өлеңдері, қара сөздері, Абай туралы жазылған кітаптар барлық жұртқа қол жетімді болды. Абайдың туған күнде келесі 75 жылдық мерейтойы қарсаңында Абайдың ән мұрасын, Абайдың рухани ілімін, Абайдың шығармашылық мұрасын халыққа жеткізу және абайтанушы ағаларымыздың мықты баян сөздерін, ғылыми пікірлерін халыққа жеткізіп, Абайдың өлеңдерін оқып, ақындардың Абайға арнаған өлеңдерін оқып, сөйтіп Абайды жан-жақты насихаттап, бүкіл елге паш етсек деген мақсатымыз. Хакім Абайдың туған күніне арналған шараға зиялы қауым өкілдері, ардагерлер мен ақсақалдар, қала басшылығы келді. Оқу орындарының, қоғамдық бірлестіктер мен жастар ұйымдарының жетекшілері және қала тұрғындары мен қонақтары қатысты.